Бүгінгі сабағымызды бастайық, отырыңыздар. Біздің сабағымыздың мақсаты компьютерлік және мобильді технологиялардың ескіруі ғылыми-техникалық прогресспен байланысты екенін түсіндіру. Қанекей балалар, сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Қанекей ортаға шығамыз, шеңберін құрамыз, досымызға тілек айтамыз. Қанекей қолымызды ұстаймыз. Нұртас, бүгінгі сабақ өте тамаша өтуіне тілектеспін. Айдос, сен бүгін сабақты жақсы оқуыңа тілеймін. Айолым, бүгін сабақты саған күшті болуын тілеймін. Бүгінгі сабақ жақсы өтсін. Жауғары бүгін сабақта көңіл күйіңіз келмей болсын. Өте жақсы, рахмет. Қанекей қол шапалақтап қояйық, бір-бірімізге отырамыз. Балалар, техникалық қауіпсіздік ережесін микрофон әдісі арқылы еске түсірейік. Айдос, өте жақсы. Компьютерден 60-70 сантиметр алыс болды. Көздің компьютер монитормен ара қашықтығы, келесі. Ноутбукта 90 градус. Шындақпен 90 градус аяққа отыру керек. Және де беліміз тік болу керек, түзу болу керек. Қанекей аяғым. Көзіңіз бар? Компьютерде 20 минуттан астам отыруға болмайды. Өте жақсы. Техникалық қауіпсіздік ережесімен таныстым деп, бүгінгі сабаққа қол қойып шығамыз, Келесі кезең үй жұмысын тексереміз, ыстық орындық әдіс арқылы. Бізде аяғым ыстық орындыққа отыратын оқушы болады, қалғандарымыз өткен сабаққа байланысты тестер сұрақтар қою арқылы аяулым сол сұрақтарға жауап береді. Қанекей аяулым, отыра қойды. Айдостан бастаймыз сұрақтарды. Пароль ақпаратта қорғауға арналған сөз. Құпия сөз, Қандай пароль сөйлемді дейміз? Латын әрпі, бас әріп, сосын сандармен. Қандай бірді әріпесін? Google Chrome, Excel. Өте жақсы, аяулымға қол шапалақтап қойып, қанекей. Ал аяулым отыра қойып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, балалар, болашақтағы компьютерлер. Кішкене шағын видеоролик көріп алайық, болашақтағы компьютерлер туралы. Ресей, Шоттар, Аба, ешекілер, механикалық есептеу машинасы және неміс арифметр, яғни орта ғасырда пайдаланылған есептеуіш құрылғылар берілген. Ал олай болса оқушылар, назарыңызды видеоға аударайық. Есептеуіш техникасының даму тарихы. Компьютер термині латынның коммутары терминінен шыққан. Бұл есептеу деген мағына береді. Компьютерлер болмаған кезде мәтінді басып шығару үшін басқа машиналар пайдаланады. Принтерлер және басқа да заманауи компьютерлер кейінірек жасалына бастады. Мобильді технологиялардың дамуы. Мұнда біз мобильді құрылғылар түріндегі инновациялық технологияларды қолданамыз. Әртүрлі мобильді қосымшалар пайда болды. Олардың көмегімен байланыс, сатып алу және төлем жасау оңай болды. Интерактивті байланыс үшін білім беру саласында да маңызды ақпараттар береді. Балалар, қазір біз роботтармен басқарылатын автоматтандырылған құрылғылармен танысыз. Роботтар қазір көптеген тұрмыстық қызметтерді жүзеге асырады. Және де үй шаруасына кездесетін адамдарға кездесетін көптеген роботтар бар. Мысалы, шаң соғушы роботтар және де мейрамханалар қызмет көрсететін роботтар, ойыншықтар және әртүрлі ақылды роботтар жасалып шығарылып жатыр. Ғылыми-техникалық прогрестің арқасында компьютерлік және мобильді технологиялар күн сайын ұдайы жаңартылып отырады. Балалар, қанекей бүгінгі сабағымыздың сөздік қорын толтырып алайық, Мен оқимын, сіздер қайталап отырасыздар. Болашақтағы компьютерлер. Компьютер будущего. Future компьютер. Бүгінгі айнутты жазып аламыз, 19 мамыр сынып жұмысы және болашақтағы компьютерлер жазамыз тақырыпты және
жылы құрылды екен. Аялым айтшы, қандай адам құрды? Мында жазамыз, е? Алан. Кей. Балалар, қанекей енді компьютердегі тәжірибелік жұмысымызды бастайық. Бірінші тапсырма топпен жұмыс болады. Топтарыңызға келіп отыра қалсаңыздар болады. Орындықтарыңызды көтеріп. Бірінші тапсырмамен Айдос оқып шықшы. 131-ші бет. SpaceX. SpaceX компаниясының бас директоры Илон Маск ғарышкерлерді халықаралық ғарыш станциясына жеткізетін алғашқы жеке жолаушылар кемесін іске қосқан. Интернеттен осы ақпараттар оқып презентацияны жасап, презентацияға Илон Маск және оның кемесінің суретін қойып безендірген. Ақпараттар презентацияға бумаға сақталды. Қанекей, біз енді Илон Маск туралы қандай ғарыш кемесін құрды, соны көреміз. Презентация ақпарат аламыз, сосын презентацияға қойып, сол жайлы ақпарат жазамыз. Е, топпен. Қанекей, бастаймыз, бір-бірімізге көмектесеміз. Өте жақсы. Сурет қойымыз, е? Енді Илон Маск туралы ақпарат десеңіз де ғой, е? Солай кезек-кезекпен іздей береміз. Интернетке кіреміз. Балалар, презентацияны жасап өттік па? Белгілеріне таяқшаларын көтеріп. Өте жақсы, енді бізде күлгін топ қорғауға шығады, қанекей тақтаға шығуға дайындаламыз қорғауға. Презентацияларын қалай сақтап едіңдер? Қанекей, екеуіңді шығарыңыздар жүрдір. Айтып отырсыздар. Сіздер отыра беріңіздер, тыңдаймыз. Бірінші топ қорғап болғаннан кейін естейміз. Қанекей, келесі топқа қарап тұрып түсіндіреміз, е? Қазір презентация ашылсын, қанекей балалар, мына жерден тұрамыз, бұл сіздердің жасаған презентацияларыңыз, е? Қанекей, бастап сөйлей беріңдер. Бұл бізде кім болды? Илон Маск. Илон Маск болды, е? Келесі. Екінші беттен. Бұл не туралы жазасыз? Балалар орнымызға отырып болса, береміз тапсырмаға тақтаға қарайық. Талдап салыстырайық. Құрылғыларды салыстырып, қызметтерін айтамыз. Және бізде бір суретте не берген? Қағазға мәтін беру қағаз. Өте жақсы. Келесі бізде Айдос. Қағазға мәтін Басып құрылғы, е? Оны қалай айтаймыз? Принтер деп айтамыз. Бұл бізде заманауи, е? Принтерлер осындай болып келеді. Ал бұл бізде ескі заман бұрынғы, е? Қанекей балалар, кішкене демалып, сервиту сәлем жасап алайық, е? Сәлем бол. Қазір біз Қанекей бере жатқан көрсеңіз. басымызды тұрмай, көзімізде оңға және солға, оңға, солға. Бір, екі, көзді ашпамыз. Енді көзді жоғары
Библия әдіс арқылы бүгінгі сабақта бекітеміз. Бұл жерде қазір сізден де нөмірі берілген сан мен сұрақ болады. Сол сұрақтарға жауап береміз. Кезек-кезектен жауап берейік, иә? Бірінші бізден Наташа жауап берсін. Компьютерлерді қайда қолданамыз Наташ? жұмыс орындарында, үйлерде қолданамыз. Және де сабақ оқыған кезде де қолдануға болады, иә? Келесі сұрақ бізде жаңа келеді. Не себепті технологиялар жылдам дамып жатыр? Келесі сұрақ бізде Айдос сізге қойылады. Төртінші сұрақ. Неліктен адам роботтарды пайдаланады? Үй жұмыстарына Өмірді жеңілдету үшін деп ойлайсың ба? Адам өмірді жеңілдету үшін роботтарды құрастырып жатыр. Ең қазіргі заманда. Келесі бізде аяулымға компьютер саған не үшін қажет? ақпараттарды іздеуге және де кез келген ақпаратты білуге. Өте жақсы. Қайреке балалар, үй жұмысын жазып аламыз. 131-ші бет үйде орындаймыз. Балалар, біз бүгін сабақты 5 бармақ тәсілі арқылы бағалаймыз. Егер барлығын түсінсеңдер, қолдарыңызды жоғары көтереміз, енді түсініп келеміз десек ортасында, түсінбедік десек төмен қаратамыз. Қайреке өздеріңізді бағалаңыздар. Кері байланыс жасайық. Аяулым, өте жақсы. Бүгінгі сабақта балалар өте жақсы қатыстыңдар. Барлықтарыңызға 9 балл қоямын. Сау болыңыздар.